Алыс сапарға шығуға көлік керек. Үй салу үшін алдымен оның іргесін қалау керек. Кітап оқу үшін алдымен әліппені аяқтау керек. Ал инвестициялауды бастау үшін ақша керек. Біз бұған дейінгі видеоларда Telegram арнамызда 100 теңгелік акцияларды айтып едік. Яғни сізде 100 теңгеңіз болса да инвестиция жасай аласыз. Бүгінгі видеода үлкен сомамен бастағысы келіп жүрген кісілер үшін ақша жинау жолдары, қауіпсізді көпшігін қалай құру керек және оның маңызы туралы айтамыз. Бұл сіздің қор нарығында барынша сәтті мәмілелер жасауыңызды қалайтын Жусан Инвесттің YouTube арнасы. Ал кеттік. Инвестиция жасаудағы басты мақсатыңызды анықтап алған соң, оны қалай жүзеге асыратыныңызды жоспарлап бастаймыз. Негізгі инвестицияның жоспарларының нақты бір нұсқаулығы жоқ. Әйтпесе жер бетінде 7 миллиард адамның барлығы қазір инвестор атанып отыратын еді. Ал инвестицияның басты шарттарының бірі бұл құнды қағаздарды сатып алу үшін қажетті соманың болуы. Яғни Apple компаниясы өндірген iPhone смартфондарын қолданып, сапасына риза болғанын сонша, Стив Джобс негізін қалаған компанияның акцияларын сатып алғыңыз келді. Қазір Apple'дың бір акциясы $147 құрайды. Сіз оны сатып алу үшін қолыңыздағы өзіңіздің сүйікті смартфоныңызды сатып жібермейсіз ғой. Сол үшін инвестор үшін қор нарығының есігін ашудан бұрын қауіпсіздік көпшігі мен қажетті соманы жинап алу өте маңызды. Ақша жинаудың екі қарапайым жолы бар. Біріншісі нақты мақсат қойып жинау. Екіншісі мақсатсыз жинау. Алдымен мақсат қойып жинау әдісі туралы айтайық. Мұнда сіз мақсатыңызға жететін нақты уақытты және оған қанша ақша керегін анықтап аласыз. Тіпті қажет болған жағдайда қағазға түсіресіз. Ай сайынғы табысыңызды белгілі бір бөлігін міндетті түрде алып қалып отыруыңыз керек. Мысалы, сіз жаңа айтқандай Apple компаниясының 10 акциясын 3 айдан соң сатып алуды мақсат еттіңіз. Күн демей, түн демей ақша жинай бастадыңыз. Немере ағаңыз үйленіп, сізді тойға шақырса, тойға барудан бас тартасыз. Яғни жоспарсыз шығыннан алшақтайсыз. Бірақ Apple компаниясының 10 акциясын сатып алған соң, оның дивидендтерін сол тойға шақырған адамға сыйлық ретінде бересіз. Енді бұл әдістің плюстеріне тоқталайық. Біріншісі, кірісіңізді үнемі есептеп жүресіз. Екіншісі, ұзақ мерзімді жоспар құруды үйренесіз. Үшіншісі, ең бастысы көп ақша жинайсыз. Төртіншісі, оңды солды ақша шашу сияқты жаман қасиеттен арыласыз. Ал минустарына. Біріншісі, ақша қанша керек болса да оны жұмсамайсыз. Екіншісі, үнемі шығындарды есептеп Excel-ді ақтарып отырасыз. Ақша жинаудың әдетте еріншектерге арналған әдісі деуге болатын мақсатсыз ақша жинау әдісі бар. Бұл жерде сіз дүкеннен қайтқан ақшаны ай соңында банк картасындағы 300-400 теңгеден бастап жинай беруге болады. Мысалы, картаңызда 1000 теңге қалса, соны инвестицияға арналған шотыңызға аударып жібересіз. Қолма-қол ақша қалса, оны бір жерге алып қоясыз. Бірақ кейде қатты ақша керек жағдай туындаса, ештеңеден қысылмай, біреуден қарыз сұрамай-ақ, сол ақшаны алып жұмсай бересіз. Плюстері туралы айтатын болсақ, бәрі оңай, бюджет жоспарлаудың қажеті жоқ. Ақшаңыз жетіп жатса, кез келген нәрсені сатып ала бересіз. Минустері. Көп ақша жинай алмайсыз. Бюджет жоспарлау секілді маңызды дағдыны өмірлік ұстанымға енгізе алмайсыз. Жоғарыда келтірілген әдістермен ақша жинауды үйренген соң қор нарығына кіре беруге болады. Бонус ретінде қауіпсіздік көпшігі жайлы да ұмытпаңыз. Ешкім күтпеген дағдарыс келе қалған жағдайда ұзақ мерзімді табыс табуды көздеп сатып алған акцияларды сатып жіберу қаупі туындайды. Сол кезде сізде қауіпсіздік көпшігі болса, 5-6 айға дейін портфеліңізге тиіспей өмір сүруге мүмкіндік береді. Ол сіздің бірнеше айлық табысыңыздың мөлшеріне сай болуы тиіс. Тіпті кейде нарықта бір акциялар өсуіне кепілдік болса да, қауіпсіздік көпшік ретінде сақтап отырған ақшаңызға акция сатып алған дұрыс емес. Достар, бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деп үміттенеміз. Осы кеңестерді ескеріп, Жусан қосымшасында инвестициялауды бастасаңыз болады. Күн сайын біздің сарапшылар түрлі инвестициялар ұсынып, нарыққа қатысты ұсыныстар айтып отырады. Жусан қосымшасын App Store және Play Market'тен жүктеп алыңыз. Лайк басыңыз, коммент қалдырыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.